Сәлем достар, бұл мен сіздермен бірге Жаннар. Бүгін Scary Teacher'ның 11 бөлімін ойнайтын боламыз. Каналға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. Көптен бері парақшама видео салмай еттім, яғни каналыма. Комментария көбіңіз жазып кетсіздер. Қашан шығады? Келесі бөлім, 11 бөлім қашан шығады? Көптен бері салмаған видео, бүгін 11 бөлім шықты, достар. Бүгін достар, 11 бөлім қызық болайын деп тұр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар бензин керек және су керек болады. Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар қандай ойын болатын. Так, бізге ең алдымен есікті ашу керек. Есікте құлып тұр қазір. Оны біз аша алмаймыз. Қараңыздар, мен есікті 2 рет ашуға тырыстым, бірақ ашылған жоқ. Ол үшін достар қиналмаймыз. Терезеден кіре саламыз. Достар, бізге жасыл кілтті табу керек. Ол қиын емес. Осындай есікте кіріп келген жерде осындай қызыл, көк, жасыл кілттер ілініп тұрады. Бізге тек қана жасыл кілт керек. Ой, достар, ол қазір ұйқысынан тұрып бізге қарата келе жатыр. Что-то үйінде бірдеңе болатқанын білген сияқты. Мен қазір есікті ашып далаға шығып кеттім. Енді бізге ең алдымен сарайға бару керек. Сарайға барып, алдарыңызда осына қызыл түсті бензин тұрады. Обязательно осыны алыңыздар, потому что қазір ойында Scary Teacher'ді жеңу үшін бізге осы зат керек болады. Яғни бензин керек болады. Бізге енді дереу сыртқа шығу керек. Так. Негізі достар, мен мына затты не үшін алғанымды білмеймін, бірақ өзіме керек болып қалар деп алып қойдым. Так, бізге бұның негізі түк те қажеті жоқ, поэтому біз оны алмай қойсаңыздар болады. Так, біз Scary Teacher қарап тұр қайда бара жатқанын, ол қазір сыртқа шығып бара жатыр, яғни далаға. Енді бізге не істеу керек? Әрине оның үйіне кіріп, банағы ошақты, сіздерді қалай айтады, ошақ или пеш, білмеймін, қалай ыңғайлы, солай өздеріңіз біліңіздер. Ой, достар, ол менің артымнан қуып келе жатыр. Жоқ. Мені ұстап алмау керек. Ой. Ол қазір есік алдында бізді күтіп тұр. Так, ол кетіп жатыр, достар. Негізі менде мұндай план болатын. Қолымдағы затпен осы тұрған қорқынышты мұғалімді, енді жас келіп қалған әже десем де болады ғой. Так, соны негізі оған қарата лақтырып жіберуге шанс болды, но мен ұстап қалатынымды білдім де лақтырмай қалдым. Ладно. Так, енді бізге не істеу керек? Жайлап ағаштың артына тығылып тұрмын. Ол қазір мені көріп қойса, тағы да жүгіреді. И солай ойын қайталана береді. Поэтому бізге тезірек оны үйге кіргенін күтеміз. Ол қазір кіріп бара жатыр. Вот. Бізде қазір қолымызда бензин тұр. Енді бізге су керек. Суды қайдан аламыз? Как обычно, кухнядан аламыз, асханадан. Ас бөлмесінен, яғни. Ол қазір так, бізге арты жүгіріп келе жатыр. Мен қолымнан лақтырам деген, бірақ оған емес. Басқа жерге түсіп кетті. Кешірім сұрайын, достар. Ол маған жұмыртқа лақтырды. Ой. Бізге енді үйіне кіреміз, жүгіреміз. Ол бізді по-любому байқап қалмайды. Мен потому что скоростым 100%. Достар, көптен күткен суымызды, іздеп жүрген суымызды аламыз. Бізде шанс бар. Вот, қараңыздар. Сол жақтарыңызда бұрылсаңыздар, осы жанып тұрған пеш болады, оны сумен өшіреміз отты. Если біз бензинді бірінші салып жіберетін болса, онда ойында ұтылып қаламыз. Яғни өзіміз өртеніп кетеміз, атылып кетеді. Поэтому бірінші суды құямыз, сосын барып бензинді құямыз. Так, қараңыздар енді. Ол спичкамен пешті жақпақшы болды, бірақ біз оны бензинге ауыстырып кеттік. Достар, бұл ойында біз жеңді. Келесі бөлім шықсын десеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.